Ақшаға байланысты айта кетейін деп отқаным, сіздермен бөліскім келеді. Өзімнің басымнан өткізген адам ретінде, қарызда да болған, минуста да болған, одан шыққан адам ретінде сіздермен бөліскім келеді. Біз деген көп жағдайда ақшаны кішкене тауып бастаған кезде, кедейліктен шегінен шығып, орташа деңгейге өткен кез деген болады ғой. Ақша кішкене жете бастайды саған, ақшадан қиналмай бастайсың, кішкене 5-10 теңге қалтаңда артылып қалады деген сияқты. Сол кезде көбіміздің өзіміз алдайтын жеріміз, біз ақшаны мен көп тауып жатырмын, маған енді көп жұмсауға бола береді деп жұмсап жіберетініміз, артық жұмсап жіберетініміз, қайттан солай минусқа түсіп кететініміз. Сол кезде өзіңнің шығындарыңды есептеп, оны біреуге бай болып көрінудің қажеті жоқ, біреуге барлығы жеткілікті болып көрсетудің қажеті жоқ. Ондай быть, а не казаться дейді ғой. Мысалға, менің ол ұстанымымда менің де бай болып көріну емес, шынымен бай адамға айналу, шынымен бай бола білуді. Солай өмір сүру керек та. Біз кішкене ақшамыз табылса, артылса, біз бүйтіп ойлаймыз, даже әлі ақша жоқ қолыңда, бірақ мен осындай ақша тауып жатырмын ғой деп кредитке кіріп кетеміз. Кредитке кіріп кетіп, үйімізді күшті етіп жасап тастаймыз, ремонт жасап тастаймыз. Одан кейін тағы да не айтуға болады? Киім киіп аламыз, үстімізге алтындар тағып аламыз, бір брендтен бір киімдер тағып аламыз рассрочкаға, кредитке. Біздің ең басты қателігіміз осы да. Біз бай болып көрінуді, біреуге показуға өмір сүрудің қажеті жоқ. Шынымен өзіңнің алдында өзің честный болу керексің, өзің алдында өзің адал болу керексің, өзіңді алдаудың қажеті жоқ. Сен мысалға бір күн ауырып қалуың мүмкін, бір күні денсаулығың болмай қалуы мүмкін, бір күн жұмыс істесең, бір күн жұмыс істей алмай қалуы мүмкін. Сол үшін сен 5-6 айдан кейін болатын событияның алдын асықтырып кредитке кіргеніңше, сол ақшаны реально жинап, артық шығынсыз, өзіңнің тауып жатқан табысыңнан бір бөлігін арнайы жинап отыру арқылы сол жетістікке сен кредитсіз де, рассрочкасыз да сол нәрсені жасай аласың да. Возможно, бір жылдан кейін, бірақтан да ешқашанда біреуге бай болып көріну үшін, біреудің саған қызығып қараған үшін, бір сәттіге өзіңді алдаудың қажеті жоқ. Өзіңді алдаудың арты орға апарып жығатын, бәріміз білеміз, орға апарып жығады, ол сені арты қиын болады. Ол қанша стресс, ұйқысыз түндер, уайыммен өткен күндер, ауру, денсаулығынан айырылу, одан қалса елдің сөзінен қорқып қашу, өзіңнен қаша бастау, осындай мәселелер орын алмай үшін, одан да шынымен финансовый грамотный адамға айналып, өзіңнің ақшаңды өзің басқара біл, табысыңды өзің басқара біл. Өзіңнің өміріңнің егесі өзің бол. Банк емес, басқа біреу емес, сен қарыз адам емес, өзің болғаның жақсы. Сол үшін осылай жасаңыздар. Артық шығынсыз өмір сүріңіздер, сау болыңыздар.